Достар, енді біздер тауарымыздың бағасını қалай өзгертеміз және қандай жағдайларда өзгертуге мәжбүр боламыз. Себебі біздердің конкурент, мысалға бір тауар мысалында көрсетейін. Мысалға тауарға өтеміз. Мысалға қазір конкуренті бар тауарды қараймыз. Мына тауарда қазір конкурент бар. Өтсек, міне, мына магазин бірінші тұрыпты. Біздердікі екінші тұрыпты. Енді бағаны өзгертуіміз керек. Сол жағдайда не істейміз? Кабинетке қайтамыз. Жаңағы тауарға не? Мына тауарды, мына жерде карандаш тұрады. Көрінбес тұрады көзге. Міне, аппақ болып тұр. Осы жерге бір басамыз. Міне, бір бассақ, мынаған галочка қоямыз, өйткені барлық кодты өзгертуіміз керек біздер. Отдельно өзгертіре алмаймыз. Бір галочканы басып қойсақ, міне, бағаны өзгертуге мүмкіндік болады. Ұмытып қалсаңыздар, міне, тағы бір басып көріп берулеріңізге болады. Бағасына конкурентіңіздің. 38.425 біздер 38.400-ге қоямыз, мысалға. Қалауыңыз болады бұл жерде. 38.480. 400. 400-ге қоямыз. Болды, міне. Осы жерден өзгертуімізге болады. Сохранитті басамыз, болды. Мына жерде қазір загрузка болып жатқаны жайлы мәлімет болады біздерде. Мына жерде. Осы загрузка болып жатқаны жайлы мәлімет болды. 1 сағат, 1,5 сағат, 2 сағаттың ішінде өзгереді бағасы. Бірден қойғаннан өзгермейді, достар. Жалпы түсінікті болды деген үміттемін. Осының ішінде, управление тауарының ішінде карандаш. Я, достар, сонымен сабақты аяқтаймын.